Әнші Гүлнұр Оразымбетова бүгінде өзін тележүргізушілік қырынан сынап жүргенін байқаған боларсыздар. Дегенмен Гүлнұр ханым шығармашылығын тастамақ емес. Жуырда ол бейнебаян түсіремін дейді. Наурыз айының соңы болып қалды. Осы сәуір айына деп жоспарлап жатырмыз қазір. Осы біздің Қазақстанға белгілі бір медиа групппен сол кісілер түсіреді. Қазір сценарий жазылып, келісім шарт жасалып жатыр. Ал бейнебаян түсіріп болған соң ел аралап концерт беруді де ойластырып қойыпты. Құдай қаласа, май айының бір 10-нан кейін шығамыз гастрольдік сапарға. Бүгінде гастрольдік сапарға аттанатындай біраз әндер жазылыпты. Көптеген жаңа әндер жазылды, және де дуэттер жазылды біздің осы өнерде жүрген інілерімізбен, достарымызбен. Дуэттерді Гүлнұр ханым Серік Ибрагимов, Әлшер Кәрімов, Төреғали Төрәлі сынды інілерімен жазды. Оларды бүгінде жарыққа шығарып халыққа тарту етті. Сондай-ақ әнші алда болғалы тұрған жақсы жаңалығымен біздің арна арқылы бөлісемін деп уәдесін берді. Алда бір жақсы бір жаңалық болады, ол жаңалықпен мен сіздердің арна арқылы бөлсем. Гүлнұр ханымның жақсы жаңалығынан бірінші болып хабардар болғыңыз келсе, Гәкку арнасы қосулы болсын.